Қайырлы таң, кеш түс құрметті менің көрермендерім. Енді мен өзімнің көрермендерімнің инстаграмдарын әр сериалының басына осылай шығарып, $300 беріп қуантып отыратын боламын. Ол үшін бар болғаны менің инстаграм аккаунтыма тіркеліп, ең соңғы постымның астына 3 досыңызды белгілеп кетсеңіздер болды. Жеңімпаздардың есімін жақын арада анықтайтын боламын. Толық ақпарат менің инстаграм парақшамда. Приятного қаралыма. Алдыңғы бөлімдерде. Менің есімім Зейін. Сиқырлы қалам қолымызға түскеннен кейін демеу екеуміз адамдармен көп байланыспаймыз деп өз-өзімізге шектеу қойдық. Алайда аяқ астынан пайда болған демеудің жиені Қалдыбек менің біраз жоспарыма кедергі болды. Менің қаламым Қалдыбек келгеннен кейін із-түзсіз жоғалып кетті. Сосын айтпақшы, көрші Сая мен менің арамда бірдеңе бар сияқты ма? Қалай былай өздеріңе? Зейін аман есен қалада курьер болып жұмыс жасап жүр екен. Бағана хабарластым. Аман жүрсе болды ғой. Жылы киімдерін апарып тастау керек еді. Күнде суып кетті. Сен қалаға қарай қашан шығасың? Сал жүрейін. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Негізі есік қаққамыз. Ешкім шықпағасын кіре салдық. Білә, демеу анау Қалдыбекке звондағанымызға 7 сағат болды ғой. Қалам құшақтап бір жерде өліп қалған жоқ па ну? Қой, өліп қалған несі қайдан айтпаш? Машина қағып кеткен шығар? Әзілдемеш, брат, өтініш саған, әзілдемеш. Жиенің қаламды пайдаланбасын деп біле қайтасың. Секреттің бәрі біліп қойса, мән саған кәмей, түсіндің ба? Бізде ақша, алтындар бар ғой? Бір камера алуға болады ғой соларға. Ой, сорлы, біздің салған ақша тек бір жылға жетеді, брат. Біле, бұндай болатын білігінде нән қып дүниелер салып алады. Нән? Нән дегеніз? Үлкен деп айтсай, үлкен деп. Нән деп айтам, өзім білем. Хотя бы дәу деп айтсай? Нән деп айтам. Жынды келсің, неменеге ашуланып отырсың? Адам, есі дұрыс адам лестницаның астына қалам қойып қоя ма? Бас демейді өзін, менен көріп. Нағашы, біздің ауыл олимпиададан кубок алдық, бірінші орын алдық. Қуана беріңдер. Молодец. Молодец. Ең молодец екенсің. Білімді екен. Ақылды екен, кубок әкепті. Құттықтаймын красавчикке құшағында. Жаным. Ал, шайдан алып отырыңдар. Рахмет. Ауылдың шайы бөлек қой енді. Сүтпен. Бізден ондай емес енді қатты. Сон негіз тамақ ішіп келгенбіз біз. Сендер жаңа милициямын дедіңдер ме? Аманшылыққа ауылда ұры түсті ма? Мал ұрланды ма? Жоқ, уайымдамаңыз көке, бәрі тыныш. Сонда не? Шай ішіп кетуге келдіңдер ме? Жоға. Ана, ұлдарыңыз бар ғой, Зейін. Не болды Зейінге? Аман ба? Біреулер ұрып кетті ма? Не болды айтсаңдаршы енді? Ой, сабыр етші Жәмилә. Не болып қалды? Соза бермей айтсаңдаршы. Ой, аман, ашуланмаңыздаршы. Бәрі жақсы, қалада, жұмысын жасап жүр курьер болып. Енді? Просто ұлдарыңыздың қалтасында 2 миллион ақша жүр екен да? Сол не ақша деп сұрайын дегенбіз ғой. 2 миллион? Болды, жыламай. Әпшуің бар, еркексің ғой? Нағашы, өзің ойлаш, өзімен өзге қалдым да көтінен тебет. Бүгінге жағымнан ұрып отыр. Не істедім мен оған? Жағыңнан әдейі ұрған жоқ қой? Ұрса бір сындырайын деп ұрған шығар? Әзілді бермеші нағашы еді. Қалдыбек. Айып етпеш, брат. Кешірші. Енді өзіңді дұрыстап ескертпейсің ба? Үй тазалайтын апаларға ақшам бермей қойыңдар, маған ақ беріңдер, өзім тазалайым деп ескертпейсің ба хотя бы демеуге маған? Айттым ғой маған не? Маған ба? Зейіннің бөлмесіне кіріп, тумбасын екінші тартпасынан салып кеттім деп айтқан жоқсың ғой? Енді қақтан білем оны? Қалтасынан түсіп қалған шығар,
деп қалып алдым да тартпасын сақ қойдың апар. Серьез, брат, натуре екен. Кешірші жаны. Сосын демеу, сен де ренжімеш, брат. Кеше күшті мен қатты қуып кеттім чересчур. Ой, нормально. Болмаса, өзіңдікін аласың ба, қалдыбек? Мен жағым тосайын алшы өзіңдікін. Ұрасың ба? Давай. Жоқ, нормально бәрі. Әлі. Нормально ма? Нормально. Точно ма? Иә. Красавчик. Не алып берейін, айтшы, бірдеңе жейсің ба? Любой нәрсе айтшы, не жейсің? Кәні айта ғой, қалдыбек айтады кәні. Не жейді кәні? Кәні? Кәмпит алып бел. Неме дейді? Кәмпит бел. Ұрасың ба? Ұршы. Ұстап тұршы. Кәдімгі Конфет берді. бүкіл жерінен қысып ұстап тұрайын, тепші аузына. Конфет. Айтпай өйтіп. Бол, айтпеймін бол. Телефон сындырып тастайын. Кішкене отыра тұру керек. Чай ішіп, братан. Ой, ят бүкіт. Қатты айтып қоймадым бе? Нормально, братан. Білсін да қайта балалар неменесі жүрген. Жемеймін. Жібермесе тісің құрттайды. Жүр. Аш. Сая? Сен осы неге басқаша болып жүрсің соңғы кездері? Қалай басқаша? Просто соңғы кездері қуанып, күліп жүретін болғансың. Обычно без настроения жүретін едің ғой всегда. Әлде Зеймен кездесіп жүрсің ба? Қайдағы Зейін? Жынысыңдар ма? Сая, кіммен кездессең де онымен кездес, бірақ тек, пожалуйста, ана Зейін дегенге жоламаш. Тыныштық па, қыздар? Зейін туралы неге олай айтып жатсыңдар? Кеше дворда екі полицейскийді көріп қалдық. Зеймен демеуді іздеп жүр екен. Рас айтып тұрсыңдар ма? Рас. Иә. Қаланың табылып күшті болып қалдың ба? Азап. Бір Камридің суретін салып алайықшы, или сатып алайықшы. Камри дейтін бір андай көзге көрінбейтін машина ғой. Ешкім байқай қоймайды. Сатып алғың келсе, сатып ал. Сатып бер десең, сатып берейін. Өзің біл. Қаламың табылды ғой, енді неғып настроениең болмай отыр енді. Өміріміз қызықсыз болып кетті ғой. Неменеге? Өзің ойлашы. Адамдар арман мақсаттарына жету үшін неше түрлі қиындықтардан өтіп жатыр да. Өмірдің қызығы сол да, брат. Қарапайым кобальт алса, кәдімгі Феррари алғандай қуанып жатыр. Рахатты өмірдің рахаты сол да. Біз ше, біз тұрамыз да не қалаймыз, соны қаламмен фікет қысып аламыз, болды, пайда болады. Қызық пайын сол. Болмаса қаламды бересіз маған? Сендер осы не қалам туралы айта бересіңдер? Мен кегелі қалам деп. Сол үшін таяқ жеп болдым еще бағана. Кәдімгі атамнан қалған қаламда көзі ғой атамның. Мұра ғой, сол туралы айтып жатырмыз. Мұрасы ғой өздерінің. Мен бассейнге ұрып қайтамын. Әулеттің проблемалары ғой өздерінің. Сонда бір қалам, мұра бір нәрсе дейтіндері бар, короче. Қалай жағдай, жиен амансың ба? Жақсы амансың, болады. Не істеп үшін ауылға барып қайттың ба, бәрі жақсы ма? Ауылға барып қайттым, бәрі жақсы. Мұғалім болып кіріп кеткенсің ба бір жерге? Иә. Мұғаліммін ғой мен қазір. Білмейді мен нағаш. Оқушылардың ақ киімі ғой қалаға, олимпиадаға, жарысқа. Дұрыс, әдемі ғой, баса бер. Иә. Басқа неме айналысып жатсың? Басқасы ол тіршілік баяғыдай. Уже қол бүскізді андай трейдинг бар ғой. Сондаймен айналысып тұрамын, бинома деген. Рекламасы шыға бергеннен кейін идеясын ұнап қалған ғой маған. Телефонымды ашып қарадым. Аши телефонмен отырып, былай аздап ақша істеуге болады. Не ол бинома деген? Бинома ше? Скоростен ашып. Короче,
Биномо деген ол трейдинг платформа. Көрдің ба? Бұл жерде сәл обучение өту керек. Басында сәл қозғалтсаң, содан кейін ең бастысы графиктармен жұмыс істеп, сауда жасап ақша істеуге болады. Көрдің ба? Ең бастысы графиктармен жұмыс істеп білу керек. Ол дегеніміз қара. Міне. Жасыл и қызыл стрелка тұр ғой. Көрдің ба? Осы графиктар. Егер стрелка жоғары кетеді дейтін болсаң, онда жоғарыға басасың. Егер бірнеше минуттан кейін төмен кетеді дейтін болсаң, онда төменге басасың. Болды. Стратег болу керек дейсіз, Стратег болу керек. Одан кейін бүйтесің ғой нағаш. Приложение жазасың, болмаса кәдімгі прямой сайтына кіріп айналыса берсең болады. Сол приложениесін жазғаннан кейін саған демо счет береді. Демо счет дегеніміз ол сен сол жерде үйренесің, обучение өтесің, схемалармен анализ жасап үйренесің, оның бәрі тегін. Вот содан кейін нағыз сауда басталады. Не болады? Короче, қазір Биномада ең үлкен ЖТР деген турнир болып жатыр. Вот сол жерден сен қатысып баян ұтып ала аласың. Әдем. Көрдің бе? Жақсы, ұра берсей. БМВ ұтып алсаң, ағашына беретін жарсың, Әшейін ғой ағаш. болды ғой, әдем. Ауылға барып тұрып қой БМВмен. Менің ойымнан кетпейтін бір нәрсе, ақсақал қаламды неге именді маған берді екен? Үйіне барып өзінен сұрасам ба екен, Айтпақшы оның адрес қандай еді? Историямды бір ақтарып тауып алу керек болды. Балам, келдің ба? Иә. Әке, Ау. сіз маған қашан велосипед алып бересіз? Иә, айттым ғой. Алып берем деп. Сәл шыда, айлық түсін. Сіз өзіңіз уәде бердіңіз ғой. Осы аптада 10 сабақтан 5 алсаң, қалаған велосипедіңді алып берем деп. Айттым ғой енді. Әкең уәдесінде тұрады. Шуға киім шыққансың ба? Жүр, анда барып екеуміз ауқаттанып алайық. Жүр. Қалай, дәмді ма? Ас болсын аға. Мінекен ол сіздің тапсырысыңыз. Велосипед. Бірақ мен ешқандай велосипедке заказ бергенім жоқ қой. Сіз қателесіп кеткен жоқсыз ба? Қалай қателесіп кеткен жоқсыз ба? Аға, мынау қағазда тұрған сіздің есіміңіз емес пе? Оқып қараңызшы өзіңіз. Сіздің есіміңіз тұр ғой? Аға, өтініш, велосипедті өзіңіз алғандай болыңызшы. Иә. Мен заказ бергенмін. Бәлсе қателесу мүмкін емес қой. Сосын аға айтпақшы, мына қағазды сізге беріп кетейін. Бірақ бұл қағазды мен кеткеннен кейін барып ашыңыз. Жарай ма? Шегол, мына велосипед саған. Гоночный велосипед мынау. Папаны тыңда. Қызық. Неге аяқ астынан көңіл күйім көтеріліп, жаным рахаттанып қалды. Зейн, өлмеңде келсің ғой? Мен не, тамақ дайындап қойдым, ішіп алсыңдаршы. Өздерің іше беріңдер бірді. Мен бір жаққа барып кетейін. Рахмет. Ішіп ала замандар ма? Сосын. Мен мұны точно Димашша негізі. Иә, саламатсыз ба? Айта беріңіз. Саламатсыздар ма, сіздер қайырымдылықпен айналысатын компаниясыздар ғой? Иә, қайырымдылықпен айналысатын компаниямыз. Сіз Человек Масканың өзісіз бе? Жоқ, Человек Маск емес, мен немін ғой? Человек Маскың көмекшісің ғой, брачықсың ғой. Көмектесіп жүремін. Айтпақшы, сол сұрайын деген Человек в маске Димаш Құдайбергенов па? Мен солай деп естігем, сол рас па? Жоқ, Димаш Құдайбергенов емес ол.
мен басқа мәселемен келбеймін негізі. Иә, айта беріңіз, қандай мәселе? Маған мынау Алматы қаласындағы жағдайы төмен 100 отбасының адресін базадан теріп беріңізші маған. 100 отбасы? 100? Иә, шынымен де офиске келген болатын. Менен 100 отбасының мекенжайын сұраған, көмекке мұқтаж деген. Сол мекенжайларды бердім. Өзін енді Человек Масканың көмекшісі деп таныстырған болатын. БТК жаңалықтары. Қазақстанда тағы да бір Человек Маске пайда болды. Белгісіз жас жігіт ғаламтор желілерін шулатып жүр десек. Әрине қара хайппен емес, қайта керісінше үлгі тұтарлықтай іс-әрекеттермен тойым жұртты таңғалдырған. Елдің айтуынша белгісіз жас жігіт мен Человек Масканың фанатым деп таныстырған екен. Біздің тілшілер өкінішке орай бұл жігіттен сұхбат ала алмады, алайда Человек Масканы фанатын кезіктіріп қалған адамдар да аз емес. Ақпараттарға сүйенсек, Человек Масканың фанаты небәрі 2-ақ күнде 100-ге жуық отбасының жеке шоттарына 40 миллион теңге аударып қаржылай көмек берген. Одан басқа 10-ға жуық отбасыға қанша миллион аударып тастаған? кілтін сыйлаған деседі. Қарапайым халық белгісіз жігіттің қайырымдылығына риза болғанымен, қаржы министрлігі Молодец, я. жігітке үлкен күмәнмен қарап отыр. Мемлекеттік қызметкерлерді алаңдатып отырған үлкен сұрақ 4 миллиард теңге бұл жігіттің қолында қайдан жүр? Әзірге қайдан жүрген ешкімге белгісіз. Алайда қаржы қызметкерлері бұл жақсылықтың ізін зерттеуде. Сіздермен болған БТК телеарнасы жақсылықта жолыққанша. Мен негізі үйде жатқан адам емеспін. 9 баламды асырап жүрген жалғызбасты әкемін. Bir қарасам, есіктен Человек Масканың өзі кіріп келді. Қолында бір чемодан ақша бар. Мынау сізге дейді. Қуанып кеттім. Человек Масканың өзісің ба деп сұрасам, жоқ. Человек Масканың көмекшісін деп үйден шығып кетті. Гүлма мынау? Жоқ, микроволновка. Жынды. Рахмет үлкен. Так приятно. Қандай дейсің? Приятно. Үйреніп алатын сөз екен. Все, кешірдім сен. Кешірім деңіз, мен саған істеп қойдым. Кеше универден шыққанда сені күттім ғой. Ақыр келмедің өтірікші. Қалай ұялмайсың қызды солай күттіртем екен? Мен саған жаздым ғой. Бір затын жоғалып қалды, соны табу керек болды маған. Не зат? Бір бағалы зат. Айтпақшы, Қазақстанда Человек Маска деген тағы бір пайда болыпты. Қош. Өзін Человек Масканың көмекшісімін деп айтып жүр екен. 80 отбасына 40 миллион беріп, 20 отбасына бір күнде үй сыйлап тастаған ғой, прикинь. Қызық, сол адам кім екен? Білмедім. Бірақ молодец, Человек Маска қуанып атқан шығар, бір әчкім пайда болды деп. Ойлаш, банкта онлайн тонап кеткен бір хакер болып шықса. Мен қумайым өткен жоқпын. Ау? Мен ол өтпеген шығар дегенім ғой. Банк тонамайды шығар.
айтпақшы кино қойып кетейікші ми? Давай. Ужастик көрейікші. Ужас. Серьезно айтып тұрсың ба, Расул? Иә. Расул сенімен кездесіп кешірім сұрағысы келіп тұр де, болды. Не айтасың сонда? Былай деп айтам. Зейін брат, өткендегі тема үшін кешірім сұрайым. Менікі дұрыс емес болды. Әкемнің оқудан шығарып жібергені де дұрыс емес. Соны ғана айтам, болды. Соған қыз басымен мен хабарласуым керек па? И вообще сен мен қызғанбайсың ба сонда? Дайран ба? Ертең зейін тапсақ. Қаншадан аламыз арадан? Жеги. Не месендерден ақшаны аяп, көтіме басқан кез болды ма? А? Айтсаңдаршы? Жо, брат, дұрыс түсінбей қалма. Абылай екеуміз есептеп жатқанбызға. Мамашқылар көмектесу керек дегендей. Жо, оны түсініп тұрмын ғой, түсініп тұрмын оны. Бізге ең алдымен ана зейінді тауып, көтін айырып, Расулдың алдына алып келуіміз керек. От сонда қалтамызда 800 мың теңге болады. Жігіттер, жаңа мен Кәусермен сөйлестім. Жотам, кешкеге дайынсыңдар ғой, А че, сомнениең бар міне? Давай. Бетінен, аузынан теп, жатқыз. Давай, удар. Ой, хорош! 4-0 жен әкел басты. Нағашы? Мойындаймын ұтқаның базыр жоқ. Бірақ қолыма джойстик берсем мені. Джойстигің зарядта тұр ғой сен? Мен сіз бассақ кеткенсіңдер ма не? Айттым күтіңдер деп. Көгі, қайдан келетсің? Неден ана? Спорт залдан. Бүгін елмеге келді ғой. Сонымен сол кеп тренировка істеп, разовай үйреніп, четко қойып бет, разован кәдімгідей. Сен ермек ағайың андай емес болса? Жынсың ба, не дұрыс? Мойнындағы не ана? Не өпті мойныма? Засос тұрда, Ермек ағайың точно спорт үйретіп жүр ма? Раз, два деп қойып. Сая мен кездесіп келдім, короче. Бәсе сөйтіп айтса, көрші ма өзіміздің? Көрші. Нағыш. Деме, прикинь. Кәусар звондап отыр. Сальто ма? Привет. Қалайсың? Қалай деп ойлайсың? Қысқасы, көп сөйлегім келіп тұрған жоқ. Білем, бәрін түсінем. Өтініш Кәусар, тез айтшы. Жолығайықшы. Бірден айтуым керек. Кәусар кездесуге шақырып тұрма сені? Прикинь. Не айтқысы келді екен? Саған өтінішім бар, брат. Қандай өтініш? Менің орныма Кәусармен кездесуге сен баршы. Қуасың, мен не деп барам ғой? Өзің барса жаныма? Просто қатты көргім келіп тұрған жоқ. Бір жағынан суып кеттім ба? Ой, сорлы, нағып дорама болып отырсың, суып кеткенес. Сорпасын ба суып қалатын? Барды айтатынды айтсеп, мен барып не деп айтам оған? Просто барасың да, кездесесің да, тыңдап бересің не айтатын. Сосын мен туралы бірдеңе сұрап атса, видео айтшы. Қазір Зейіннің қызы бар, сонымен бақытты деші. Осы өтінішім орындасаң, Камриді салып берем, келесің сразу салып берем, болмаса барып сатып аламыз. Ол Камри дегенде, Камри үшін емес енді, сен үшін барып берейін. Камри емес, достығымыз маңызды ғой. Болды, барып айтам. Өзім сөйлесіп не қылам ғой. Камри алатын болып атсаң, 75 европейс қарайсың ғой. Бірақ, ал дұрыс сен үшін барып қайтатын болам. Хорошо? Киімді ауыстырып алайын, сәл адам құсап барайын да, Зейін досы не ойлайды деп. Айтпасын деп айтқам. Камри дейтін балдар құсап бармайын ба деп айтқам жаңа. Ойында ма? Барып сөйлесіп қайтам, Привет, Кәусар. Не айта бер, не үшін шақырдың? Айта бер болғанда, Зейін қайда? Зейін қайда? Сонша подлый тірліктер істеп алып, аяқ астын не үшін іздеп қалдың оны? Дұрыстап сөйле.
сен бірінші досыңнан гөрі дым романтикасы жоқ. Ей, дым романтикасы жоқ дегеніз? Қолынан келген барлығын жасады ғой. Сен үшін деп досым Кәусарға арнап өлеңдер шығардым, тыңдап көрші деп күніге мыңғырық өлең оқып беретін. Бір ай жүріп композитор болып кетейін деп қалды ғой, сәл болмағанда. Ал сен болсаң, Кәусар, Мынау Зейін емес қой. маған бұл да керек. Біз олай келіскен жоқпыз негізі. Рема, уайымдамашы, үстінен ақшасын қосып берем. Давай, делай его. Не істеп жатсың, Расул, есің дұрыс па? Қатыңды алда кетші мына жерден. Жүр кеттік. Сосын түсіндіремін мен саған, жүр деймін. Қалайсың, Бопақан? Бопақан дегенде, Бопақан дейтінде қанша қосып берейін деп жатыр үстінен? Қалам алып құрамай, хат жазамын шіркін.